Hello everyone. Сегодня біз 53-ші беттегі бірінші, екінші, үшінші тапсырманы орындаймыз. First exercise, look and complete. Бұл жерде мынау берілген мамақтар иесінің атауын ағылшынша жазамыз, сәйкестендіріп. First one, Anna is a firefighter, өрт сөндірушісі. Second, Jamie is a baker, нан пісірушісі, немесе кондитер. Third one, Oscar is a policeman. Fourth one, Penny is a farmer, ол фермер. Бесіншісі, Tom is a postman, почтальон. Екіншісі, read and circle. Бұл жерде де дұрыс жауабын белгілейміз. Him дегеніміз ол его деп аударылады. Оның, her, оның, бірақ қыз балаға, him ұл балаға. Them, олардың, my дегеніміз менің, mine дегеніміз менің, айырмашылығы mine сөйлемнің соңында. Me дегеніміз маған, I дегеніміз мен. You, ол сен, ал your бізде саған, сенің, ал yours, ол да сенің деп аударылады, бірақ yours сөйлемнің соңында. We ол біз, our ол біздің. Енді жаттығу жасайық. Біріншісі, where are Roy and Harry? Can you see them? Неге them деп қойдық? Оларды көрдің бе деп аударып тұрмыз, оларды, ол them. Екіншісі, these are my parcels. Бұл менің посылкаларым. Please make bread with me. Менімен бірге өтінем, нанды жасашы. With me. Менімен бірге. Ал with I деп қойсақ, мен бірге болып қалады, сондықтан ол тура келмейді. Төртінші, this coat is yours болады. Айтып өткенде yours mine сөйлемнің соңында келеді. Our mother is a doctor. Неге our? Біздің анамыз доктор. Біз анамыз доктор деген ұйқаспайды. Сондықтан біздің анамыз our mother болады. Next, third task, make sentence. Үшінші тапсырма. Бірінші сөйлемге қарайық, бұл жерде сұрау сөйлем жасау керек. How are many bags there? Дұрыс сөйлем осылай болады. Ол жерде қанша сөмке бар. Екіншісі, what does do she? Ол не істеп жатыр? Үшіншісі, when do they go to school? Олар қашан барады мектепке? Төртінші, whose is this tractor? Бұл кімнің тракторы? Whose дегеніміз кімнің деген сөз. Бесіншісі, who is she? Ол кім? Who дегеніміз кім? Осы сұраулы есімдіктерді жаттап алу керек. How дегеніміз қалай, what, не, when, қашан, whose, кімнің, who, кім дегенді білдіреді. Next page, 54. First task, listen and read. Осы текстерді біз оқып аударуымыз керек. Бірінші текст. Look at the children. They're playing the dombra. It's the national instrument of Kazakhstan. People play it on special days and at festivals. Do you know that the first Sunday in July is dombra day? Мына балаларға қарашы, олар домбырада ойнап жатыр. Бұл қазақтың ұлттық инструменті. Адамдар онымен мерекелерде, фестивальдарда ойнайды. Сен білесің бе, бірінші жексенбі июль айындағы ол домбыра күні дейді. Екінші текст. Everyone has got red hair and everyone is wearing red clothes. Where are they? They are the Red Hat Festival. It's a fun festival for people with red hair from all over the world. Fantastic. Мыналардың барлығына қарау, олардың шаштары да қызыл, үстіне киген киімдері де қызыл. Олар қайда? Ол Red Hat фестивалында. Ол кезде адамдар шаштарын да қызылға бояйды және киімдерін де қызыл түсті қылып киеді дейді. Үшінші текст. Family Day. Family Day дегеніміз отбасы күні деген сөз. On Family Day in Canada, schools close and people have day off. No horse on this day. Families enjoy their time together by visiting museums, going to the cinema, skating outdoors, playing boards, games and other fun activities. Отбасы күнінде Канадада мектептер жабылады екен және барлық адамдарда демалыс күні. Бұл барлық адамдар үшін демалыс болғандықтан барлығы бірге уақыт өткізеді. Музейге барады, киноға барады, скейтингке барады және де әртүрлі басқа да ойындарды ойнайды екен. Ата-анасы мен балалар үшін арнайы мереке. Төртінші текст. Watch the RoboCup. RoboCup ол осы роботтар ойнайтын конкурс. Every year and have fun. Robots can kick and catch the ball just like real footballers goal. Роботтар допты тебе алады және де ұстап алады. Бұл кәдімгі роботтар ойнайтын футболға ұқсайды дейді. Енді екінші тапсырмадағы біз сұрақтарға yes no деп жауап береміз. Мысалы, бірінші, Dombra day is in the summer. Домбыра күні бізде жазда ма дейді. Текст бойынша июль айында деп беремін, ол жазда. Yes. Екінші, the Red Hat Festival is for people with red hair. Red Hat фестивалі ол шашын қызыл түске бояған адамдарға ма дейді. Ол бізде yes деген жауапты қойдым, себебі ол күні барлығының шашы қызыл түсте, киімдері де қызыл түсте деп жазылып тұр текст бойынша. Үшінші, on family day people go to work. Отбасы күнінде адамдар жұмысқа барады ма дейді. Текст бойынша ол күні демалыс күні, сондықтан no. Төртінші, robots can play football in the RoboCup. Роботтар футбол ойнай алады RoboCupта дейді. Ол бізде yes. Ол текст бойынша жазылған, роботтар да футбол ойнап жүргені.